Сәлем достар. Бүгін сіздерге мен жақсы нәрсе айтқым келіп тұр. Бір каталогтың ішінде Faberlic компаниясында директор болуға болады. Сол системаны сізге айтқым келіп тұр. При условии то, что, например, Faberlic компаниясында қазір 500 мың акцияны естідіңіз ғой. Сол акция бойынша 500 мың алғыңыз келе ме? Егер алғыңыз келсе, онда мен айтқанды дұрыстап тұрып, көңіл аударып тыңдаңдар. Сол акция бойынша 500 мың алуға болады. Қалай? Мен қазір сізге сызып көрсетейін. Мынау сіз. Көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Мынау сіз. Сіз осы каталогтан бастап, егер сіз бизнесқа келгіңіз келсе, бизнеске келсеңіз, сіз 100 балдан жасап тұру керексіз. Көп адамға 100 балға заказ берсем, үйге керек заттардың бәрін алып бастайды ғой. Оның ішінде клен моющий заттар болады, киімдер болады, акцияда тұрған гель для душ, сондай заттар болады. Ол заттардың балдары аз. Сол үшін мен сізге қазір осы каталогтан бастап 100 балға заказ берсеңіз, мен айтқан наборларды мен на выбор дайындап қоям, бір 2-3 наборды. Сол наборды алатын боласыз. Ол наборлар где-то 32-33 мыңнан басталады, 40 мыңға дейін 100 бал жасауға болады. Мен өзім сөйтіп жасаймын. Көп ақша кетпейді. Ал артынан уже ақшаға, доходқа шыққаннан кейін өзіңізге не керек, үйге не керек, сол заттардың бәрін ала берсеңіз болады. Сол кезде маған айтпайсыз, ойбай, қымбат, мен 100 бал жасай алмаймын деп айтпайсыз да. Сіз 100 балға заказыңызды беріп тастайсыз. Сосын өзіңіздің араныздағы 3 адам тауу керексіз. Ол құрбыңыз, жұмыстас тағы да болу мүмкін. 3 адам тауу керексіз. Сіз сияқты доходқа шыққысы келетін, сіз сияқты 500 мыңды алғысы келетін адам тауу керексіз. Аранызда бар ма сіздерде сондай адам? Айтыңызшы. Ол кім может? Ол сіздің құрбыңыз болуы мүмкін да, біреуі. Екіншісі сіздің апаңыз болуы мүмкін, или сіңліңіз. Үшіншісі жұмыстасыңыз болуы мүмкін да. Нақты сол 3 адамды тауу керексіз. Маған жылдам ақша керек, мен жылдам айлыққа жету керекпін деп. Ол адамда, мен айтқандай, 100 бал жасайтын 40 мың теңгесі болу керек. 40 мың теңгесін. Ол да сіз сияқты 100 балға заказыңызды беріп тастайды. Мен жіберген набордан бір наборды таңдап заказ беріп тастайды. 3 сіздің адамыңыз. А, Б, С деп жазып қояйын да. 3 адамымыз болады. Одан кейін оларда сіз сияқты 3 адам шақыру керек. Өзінің арасындағы. Сіз өзіңіз адамдарыңыз шақырдыңыз ғой. Енді оларда сіз сияқты әрекет жасау керек. 3 адамды шақыру керек. Мен деген 100 адам шақыр деп атқан жоқпын, тек қана 3 адам деп атырым. 3 адам ақша керек, жылдам доходқа шыққысы келетін адам тауу керексіз. Олар тауу керек. Уже мына жерде 9 адам болды да. 9 адам. Оларда сіз сияқты 100 бал жасайтын адам тауу керек. 100 бал жасайтын. Мен айтқандай 40 мың теңге ақшасы болу керек. 27 адам болды. Енді қараңыз, 27 адам, 28, 29, 30, 31. Сізбен 31 адам болды. Сізбен 31 адам болды. Олардың бәрі 100 балға заказ бергенде 3100 бал болды. Уже сіз директорсыз. Қараңыз, 100 бал сіздікі, 100 бал, 1000 бал, осы Айслудың деп айтайық да, адан келетін адамның командасы 100 бал, 1000 бал. 1000 бал Б адамдікі, и 1000 бал С адамдікі. Осы бірінші каталогта сіз деген директор 3000 балмен жауап, сіз директордың
статусын ашасыз. Ал мына 3 адамымыз 1000 балдан шығып 12%-ке шығады. 12%-ке шыққанда олардың ақшасы где-то 35 000 теңге ақша алады олар. Ол даже нормально. Келесі каталогқа оларға жасайтын манағындай, мен айтқандай 35 000 40 теңге тағы да ақшасы болу керек. Келесі каталогта. Мынау бірінші каталог сіз жасадыңыз, 3000 балл сіз өзіңіздің директорыңызды аштыңыз да. Енді келесі каталогта қайтадан бастайды. Қайтадан сіз өзіңіз 100 баллға заказыңызды бересіз. Сосын алдындағы сіз шақырған 100 адамды 3 адам сөйтіп жалғастырып кете береді. Уже оларды сіз мына директор болдыңыз ғой. Екінші каталогта енді осылар директор болу керек. Мына мен айтқан адамдар қайтадан 100 баллға заказ беріп жалғастырып кете береді. Оларда ақшаға шығу керек қой, тездетіп. Оларды адам іздеу керек. Сөйтіп по цепочке кете берсе, уже мына сіздің шақырған 3 құрбыңыз оларда директорге шығады. Сіз автоматически уже золотой директор боласыз. Мынау екінші каталогта. Екінші каталогта сіз 500 000 премияны аласыз. Келесі каталогта, үшінші каталог басталғанда, уже мына адамдар өзінің премиясын алады. Мен ана доходқа шыққанда сразу уже айлық 3000 балл жасағанда ол айлықтарды айтып атқан жоқпын. Айлық деп айтамыз ғой, доход, вознаграждение от товарооборота компаниядан. Соларды уже ала бересіз. Тек сіз тоқтамай жасау керексіз. Екінші каталогта сіз мына 3 адамды тек оларға қарап отырмайсыз, қапталынан тағы адам іздейсіз. Тағы да 1 адам, 2 адам, 3 адам мейлі, 3 адам тағы іздеңіз. Уже 3-ші каталогта сіз бриллиантовый директор боласыз, бұйырса. Егер осы системамен жұмыс жасасаңыз. Түсінікті ғой да? Осы жерде тек холодный расчет болу керек. Сіз бизнеске келгенде сізде расчет болу керек. 100 балдан жасайтын. 100 балл жасап тұратын 40 000 теңге ақшаңыз болып тұру керек. Каждый каталогта. Егер сіз үзбей сөйтіп жасай берсеңіз, үлкен ақшаға жетесіз. Түсінікті ғой да? Мына жерде мен шақырғанда сіз тек 3 адам шақырып алып отырмайсыз. Қапталдан адамдар бола береді сіздерде. Ол потребительдер. Например, көп адамдарға айтқанда бизнеске келгісі келмейді, оларға ақша керек емес, олар қорқады іс-әрекет жасауға. Сол өзіңіздің айналаңыздағы 3 адамды табу керексіз. Мен ақшаға шығам, мен бизнес жасайым деген 3 адамды табу керексіз. Түсінікті ғой да? Сөйтіп жалғастырып кете бересіз. Бұйырса, бірінші каталогта сіз директор боласыз, екінші каталогта осы 3 адамды директорге шығарып, сіз золотой директор боласыз. Үшінші каталогта тағы да 3 адам осылай дальше жалғастырып кете берсе, сіз бриллиант боласыз. 3 айда, 3 каталогта. Қалай сіз іс-әрекет жасайсыз, солай жетістікке жетесіз. Түсінікті ғой да? Сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз болса, личкеге жазсаңыз болады, бәрін түсіндіремін. Өзімнің основной ойымды сізге жеткізген сияқтымын. Сәттілік тілеймін сіздерге.